Сен неге әлі еркін өмір сүре алмай жүрсің? Кредиттер, жұмыссыздық, жұмыстағы ақша аздық, иә? Өйткені бұл ең бірінші мына сана, иә? Сана саған айтады. Мен ондай ақша таба алмаймын. Менде осындай ақша болмайды, иә? Егер де сондай санада ми үнемі жүрсе, сіздің миыңыз тізбектер жасайды ары қарай. Я ақша аз, я ақша жетпейді. Одан да сен айт, мен бұл ақшаға қалай қол жеткізе аламын, мен бұндай үлкен ақшаны қалай таба аламын деген миға сондай ойды сіңірсен, ол саған әдейі жақсы тізбектер жасап береді, жақсы соған лайықты жол салып береді. Және де сізге сондай адамдарды кезіктіреді, сізге сондай бір жұмыс кезіктіреді. Мысалы үшін осы видеодағыдай менің айтқан ұсынысымды кезіктіреді, иә? Бизнес бастаңыз, бизнес жүргізіңіз. Және де ой сананы, ең алдымен ой сананы тазалаңыз. Неге? Біздің ойымыз, миымыз ана оттағы қайнап отқан қазан сияқты. Қазанға не саласың, сол ішінде болады. Егерде жаман ботқаны салсан, ботқа болады. Ештеңкеге жарамсыз, иә, оны ит те жемейді. Егерде жақсы бір қуырмаш ет салсан, одан кейін картошкасын салсан, жақсы қуырдақ шығады, дұрыс па? Мына біздің санамызда тура сол. Сен миыңды немен толтырасың, миың сомен толып жүреді, болды сол. Өмірін содан сен өзгермейді, ақша жоқтық, кредит, жұмыссыздық, одан бетер ары қарай енді алла сақтасын, ажырасу көп естіп отырмын. Және де көзім көп сондайлармен кезігіп отырмын. Өзім заңгер болғасын, кісілерге болсамын кредиттен, банкроттықтан. Енді ол мәселе ода емес, мен сіздерді осындай сананы өзгертетін, санаңызды тазалайтын жақсы мықты бизнеске шақырамын, иә? Менің командама қосылыңыз, осы видеоны сақтап қойыңыз, ертең маған хабарласыңыз, жазыңыз, хабарласайық, әңгімелесейік, талқылайық. Іске сәт.